Көркем фильм кинокомпаниясы ұсынады. Сәлем! Бізде тағы бір қызық болды. Біз ана сайық-мазақ Макс туралы айтып едік қой. Қане шығамыз, газдың иісі, тез-тез шығамыз. Ту, өз сонда сүйкімсіз. Ылғи да бізді мазақ қылып жүреді. Дастанға тест ұрлатқан соның өзі екен ғой. Кім? Тест жауабын ұрлап, көшірмесін жасаған. Кеше дәмханада соң қалған сендер болатынсыңдар. Аттарыңды атап, түстеріңді түстейін. Дана, Дастан, және Мақсат. Сол күні кешкісін сендер не істедіңдер деп сұрасашы. Мен Макс үшеуміз қалада қыдырдық дейсің. Тест ұрлап, көшірмесін жасаған, біз Дастан екеуміз болатынбыз. Айран ішкен құтылды, шелек жалаған тұтылды деген осы шығар. Сенің істеген қылығың еркектікке жатпайды. Конспектісі үшін қызбен кездесу бір жағынан дұрыс шығар. Немесе барып тұрған топастық. Жауап берсін деп одан біреу сұрады ма? Өзгін әлі. Бірақ бір жағынан жақсы болды. Енді әйтеуір кінәні мойнына алатын біреу бар. Дана, біздің сөйлесуіміз керек. Не туралы? Біз туралы. 2 күннен соң мені оқудан шығарады. Дана, кім істеген айтшы маған. Сенің ұрламағаныңды мен білем ғой. Айтатын ештеңем жоқ. Сені досым деп ойлағам, сөйтсем ез екенсің. Немене? Тыныш. Не, төбелескің келіп тұр ма? Кетші, ержүрек бола қалыпты ғой. Чао, рагацо. Берілуге кеттім. Сұмдық, иә? Бәрін былықтырған сол. Жастар, жан достар, арманға жолдастар. Өтеген неткен, жұбаны төкен. Өтеген неткен, мәңгілік көктем. Достар. Иә, Мақсат, не болды? Макс, бірақ жарайды. Жүр отырайық. Отыр, Мақсат. Иә, құлағым сенде. Не айтайын деп едің? Қоштасайын деп келдім. Сосын сізге рахметімді айтайын деп келдім. Солай де. Неге қоштаспақшысың? Тесті ұрлаған мен едім. Сондықтан өзім-ақ кетіп қалайын деп шештім. Әрине, Дананың бұл жерге еш қатысы жоқ. Оны өздеріңіз де түсінген шығарсыздар. Сонда ой сенікі болды ғой. Менікі. Ал Дастан өз еріп барды ма? Оның қандай қатысы бар? Мен жалғыз болдым. Мақсат, маған шындықты айтуға келген екенсің. Енді барлығын айтпайсың ба? Әйтпесе келмей-ақ қоюың керек еді. Барлығын бүлдіріп жүрген Дастан екеуің. Сендердің тілдеріңді айтып көрейін. Қалай еді әлгі? Сен оның намысына тиіп сөйледің. Ол шыдамай кетті. Енді әкесі ақша бермей қояды деп қорқып жүр. Ал Дананың мойнына алғаны, Дастан оның басын айналдырып жүр. Қызықты нұсқа. Әйтеуір сенікінен жақсы. Сонымен? Өзіңіз бәрін айтып қойдыңыз ғой. Жарайды. Ректоратқа баруым керек. Тұра тұрш. Макс сонда. Келгенін күтейік. Пойыздан кешігіп қалам. Дана, түбінде бәрі жақсы болатынына сенем. Макс бәрі мойындайды да, сен ақталасың. О, құдайым-ай, сәл нәрсеге бола айға шу көтеріп, неменеге әбігерленесіңдер? Үндемей тыныш жатшы. Сен мен бір бөлмеге тұрғызып қойған тағдырдың тәлкегі ау десеңші. Ой, бақытсыздар-ай, сендерге қосқан тағдырға керісінше мен өкпелеуім керек. Тіліңді тартып сөйле, мен саған Дана секілді үндемей қоя салады дейсің бе? Ой, бай, қорқып кеттім. Не істейсің маған? Мысалы? Міне. Сен бедің? Мен. Сондықтан өзің бақытсызсың. Ол сенмен қалады деп ойлап бедің? Армандапсың. Ол сені де тастап кетеді. Асқар саған қарайды деп кім айтты, а? Павлодардың ұсқынсыз қызы керек еді оған. Не деді? Не естісең сол.
Алматының тышқаны не дедің? Өзің тышқан. Жаңа ғана Асқар туралы не дедің? Қыздар, қойсаңдар енді. Мақсат, мен сендердің кураторларыңмын. Сондықтан бәрін білуге тиіспін. Өткенде ғана Данаға оқудан шығатын қағазда көрсеткен едіңіз ғой. Мен оған емес, Дастанға барғам. Көргеннен соң ойланар деп ойлағам. Мойындайтын шығар деп едім. Бірақ олай болмады. Енді не болады? Маған дәлел керек. Дәлел болмаса ректор шешімін өзгертпейді. Дастанның мойындағаны керек. Немесе сенің Дастанға қарсы жазған түсініктемен керек. Менің мойындағаным жетпейді ме? Дастанға қарсы куә бола алмаймын. Өзім кетем. Сондықтан бар кінәні маған жаба салыңыз. Ары қарай не істейсің? Үйіңе қайтасың ба? Әзірге білмеймін. Әкем Астанада оқисың деген. Мамам Миланда қалсын деген. Сондықтан ештеңем кетпейді. Биылғы жылды еркін өткізем де, келесі жылы Еуропаға кетем, немесе осында қалам. Я, жоспарың жаман емес екен. Негізі өзіңнің қайтын келе ме? Дегенмен, достарың бар ғой мына жерде. Басқа жол жоқ қой. Қолмен істегенімді мойынмен көтеру керек. Я, оның жөн. Бірақ қателік жібермеу, одан да жақсы мақсат. Сіздікіндей ақыл бізде қайдан болсын. Мақсат, тұра тұрш. Әлде Макс деген жөн бе? Өзіңіз білесіз. Қорқыт дегенде осылай қорқыт деп бедің деген мақал есіме түсіп кетті ғой. Сондықтан былай, Макс. Оқуға деген ынтаң өте нашар. Сабақ оқымайсың, үнемі нысандалып жүресің. Сондықтан сені оқудан шығармай, осында қалдырып, оқытатын болармыз. Сонда қалай? Әрине біз сені жазалаймыз. Мен ректормен ақылдасам. Шешім қабылдағаннан кейін бір аптаның ішінде саған хабарлаймын. Данашы? Енді айғағы бар емес пе? Сол күні Ален екеуі бірге болды ғой. Иә, солай. Жарайды, Мақсат, сен кампусқа бара бер. Мен сені қадағалайтын болам. Сау болыңыз. Сау бол. Енді оны бүкіл универге көрсетудің қажеті қанша? Бірде-бір. Біреуге орғазба, өзің түсесің. Жаңа куратор туралы не дедің деймін? Ой, куратор өзінің. Бейнен айтам, сенің басың оған жетпесет. Сайқымазақ көмектесті қой. Біле білсең, біз сайқымазақтар интернетті іштен оқыту боламыз. Макс, Жол ортадан қайттың ба? Йода маған сөгіс жариялады да жайма жіберді. шын ба? Өкінішті. Иә, айтпақшы, Йодан айтам. Бүкіл сырың жазылған күнделігіңді мен тауып алғам. Сондықтан әңгімеміз әлі аяқталған жоқ. Шын ба? Қане қайтар күнделігімді? Армандапсың. Сүйінші, Дана, сені оқудан шығармайтын болды. Рахмет, Макс. Қыздар, қарным қатты ашып тұр. Дана, сен бүгін дастархан жаюың керек. Міндетті түрде, бол енді айт. Жоқ, шындықты білгілерің келсе, алдымен мені тамақтандырып алуларың керек. Жүріңдер дәмханаға. Дастарханды мен жаям. Жарайды. Онда бәрін өзім төлеймін. Ақыл көйді ертіп алайық. Бөлмесінде ме? Солай шығар. Не істеп отырсың? Жөндеп. Максаны жолы құлатып, майыстырып тастап еді ғой. Ой, иә. Көңілді сайқымазақ ет. Көңілімізді енді кім көтеретін болады? Одан да кім жынды қылады десеңші. Сәлем. Сәлем. Оқудан шығармайтын болды ма? Жоқ. Бірақ Макстың кеткені өкінішті-ақ, иә? Иә, өте өкінішті.
Иә, өте өкінішті. Иә, өте өкінішті. Макс? Мен келдім. Йода маған рақымшылық жасады. Енді ешкім ешқайда бармайды. Әлі отырсыңдар ма? Қане балалар, кеттік бәріміз дәмханаға. Кеттік. Назар аударыңыз. Сабақтың басталуына 15 минут қалды. Тұрыңыз. Не? Сіз сабақтан кешігіп қаласыз. Төсектен тез тұрыңыз. Нұреке, мынау не пәле тағы? Сабақтың басталуына 14 минут қалды. Ақылгөй, сенсің бе? Көріп тұрсың ба? Бір ай бойғы еңбегінің нәтижесі осы оятқыш болса, сенен жақсы өнер тартқыш шықпайды. Ал сенен жақсы студент шықпайды. Сабақтан қалған үшін семинарға қатыспайсың, тұр. Сен қарап тұрғаныңды білдім ғой. Ұшқыш шаң сорғыш. Мен шаң сорғыш емеспін. Мен ақылгөй бір деген жаңа құралмын. Тыныш, Ақылгөй, тыныш. Көріп тұрсың ба, қоңырау соғып тұр. Тыныш. Алло? О, мич амиго, ¿cómo estáis? Я. Әр нәрсенің өзінің қайтарымы бар. Енді қолынан келсе, ойлан көр, соғын тағы хабарлас. Жоқ. Ақшаның маған керегі жоқ. Дәл осы қызметің қажет. Жақсы. Чао. Мәсі, судай ағып тұрсың ғой. Әрине. Тездеп, сабақ басталуына 8 минут қалды. Қап. Түй. Сәлем. Сәлем, Дастан. Сәлем дедік. Сәлем. Саған не болды, менен қашып? Қашып? Жоға, жай әншей. Тыңдаш мені. Бәрі болды, өтті кетті, сол үшін соншама уақыт қайғырудың не қажеті бар, Маякта бүгін керемет кешкі Crazy Night бәрі болады. Менде 2 билет бар. Бар алмайтын шығарым. Жұмысым басынан асып жатыр. Қойшы, қайдағы жұмыс, оқу ма? Оқуға үлгеру керек. Оқудан шығып кеткім келмейді. Ой, оқудан сені шығарама? Күлкімді келтірмеш. Айтпақшы, сайлау не болды? Үміткерлердің қол жинап жатқандарына біраз болды. Дүйсенбіге дейін уақытың қалды. Мен қатыспаймын. Не деп тұрсың? Мен саған керемет сайлау алды шарасының тұжырымдамасын жасап қойдым. Өзіңді неге ұсынбайсың? Маған сен арқылы басқару ыңғайлы. Солай менің ханзадам, әлі ойлануға уақыт бар. Ал қолдау мәселесіне алаңдама. Дегенмен қызық болды. Камиляның видеосы кешке дейін тұрды. 6 сағаттың ішінде 1,5 мың адам көрген. Керемет емес пе? Ау, болсаңшы енді. Мен дайынмын. Қалай десем екен, Турасын айт. үстіңдегі немене? Апаңдікі ме? Неге апамдікі, өзімдікі? Енді негізі мамамдікі. Кейін маған берген. Кешір, 20 жылға қателесіппін. Құрбым-ау, бірдеңе істемесек болмайды. Баяғыдан бері айта алмай жүргем. Бұлай киінуге болмайды. Ауылыңда жүрген жоқсың ғой. Қалай дегенмен, Астанада жүрсің. Қазақстанның ең үздік оқу орнында оқисың. Қай жері дұрыс емес? Әдемі ақ. Матасы түкті, жұмсақ, қыжым түспейді. Не дейді мынау?
Жұмсақ деп қояды өзі. Ескі көзқарасыңды өзгертпесек болмайды екен. Қазіргі киім қандай сәнде? Белдемшең қысқалау болу керек. Суреті бар майка, джинсы, сосын... аксессуарлар, сәнді белдіктер. Сен Камиляға қарамай қой. Ондай биік өкшемен қалай жүретініне таңым бар. Шашты қалай қою керек? Шашыңды жайсаң артық болмас. Сосын, аз да болса косметика жаққан дұрыс шығар. Ондай нәрсе менде жоқ қой. Сөренің ішінде. Міне. Қане, Белла, мақташ мені. Батырым сол деш. Мақтайтын бірдеңең болса ғой. Қысқасы былай. Италияда сен менің Италияда 15 жыл тұрғанымды білесің ғой? Оны білмейтін адам бар ма? Не айтайын деп тұрғанымды білсең, әзілдемес едің. Айта бер енді. Сонымен, Италияда музыкант достарым болды. Біреуінің музыка дүкені бар, аты Жузет. Ол маған қарыз. Неге қарыз екенін айтпай қояйын. Қысқасы, егер ол маған қарызын ақшалай қайтара алмаса, орнына аспаптар салып жіберсін дедім. Сосын? Дәл қазір Милан әуежайында ұшаққа жүк тиеліп жатыр. Жүктің ішінде ұрмалы аспап, клавиштер және 2 гитара бар. Қойш, шынымен бе? Тағы әзілдеп тұрған жоқсың ба? Но, сеньорито, осы жолы шынымды айтам. Сөйтіп, мақтамайсың ба? Данышпанның өзісің. Тадам! Мама мия. Опа! Бұған не болған? Онша емес пе? Құрбым-ау, сені дұрыстап қолға алмаса, болмайды екен. Мен де қосылар едім. Қалай дегенмен, Армани, Прадо, Габбана туындылары жасалатын Италияда 15 жыл тұрдым. Ұсынысың бар ма, камрат? Аздап жинап қойғаны бар. Дананың алдында өзімді әлі кінәлі сезіп жүргендіктен, ауылдың қызына көмектескім келеді. Дүкен аралаймыз ба? Әрине, Белла. Тұра тұрыңдаршы, қай жер ұнамай тұрғаны айтпадыңдар ғой? Сүйкімдім-ау. Бәрі жаман. Өте жаман. Иә, әке. Келіп қалдыңыз ба? Иә, келдім балам. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Қалай балам? Денсаулық жақсы ма? Бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы. Апам қалай? Жақсы. Сәлем айту жатыр. Сен алдымен өз жағдайыңды айт. Сәлеметсіз бе? Қалай? Сәлеметсіз. Бірдеңе аласыз ба? Сүтсіз шай маған. Тест мәселесі шешілді деді ме? Дұрыс болған екен. Сенің бірге жататын көршің ұрлады дей ме? Иә, солай сияқты. Жақсы емес ол. Жалпы сенің соған қатысың болмағаны жақсы болыпты балам. Енді бұдан былай ол адаммен бірге тұруға болмайды. Рас, осы жатаққа сені мен орналастырдым. Енді ана сондай адамдардың бір жаман қасиеттері жұғып кетеме деп қорқам. Қысқасы былай балам. Сессияңды жақсылап тапсырасың, сосын өз пәтеріңе көшесің. Шешең екеуміз солай деп шештік. Рахмет. Ас болсын. Рахмет. Қалай? Қуанышты хабар ма? Иә, өте. Айтпақшы, балам, сайлау жайлы үгіт насихатын қалай жүріп жатыр? Бәрі ойдағыдай, қол жиналып жатыр. Дұрыс, солай болу керек. Айтпақшы, мен сенің карточкаңа ақша салам. Мұна үстіңе бір дұрыстап костюм ал. Әйтпесе, балам, мұна бір шашыңды адам сияқты алдыршы. Не мұна ұсақ сөйтіп? Рокер сияқтысың. Ұқтың ба? Иә, әке, ұқтым. Рахмет. Иә, сөйт.
Менің балам. Ертең студенттік президент болады деген сенімдемін. Тырысамын, әке. Немене тырысамын? Айтпайсың ба еркек сияқты? Айтқаныңыз болады. О, осылай болу керек. Міне, дұрыс шешімге келдің. Біздікілер 200-дей қол жинап қойды. Сен әлі кетпегенсің бе? Сен кеткелі жатыр деп естідік қой. Кетпейтін болдым. Бір есерге бола бүкіл достарымды тастамайым. Ертең бұл есер президент болады. Сонда кімнің ақмақ екенін көрерміз. Солай ма? Иә, Оған дауыс бергелі жатқан ешкімді көріп тұрған жоқпын. бір жақсы, біздің университетте есі ауысқан сен ғана. Басқа дені дұрыс студенттер жетерлік. Хы. Тағы, егер сен енді тағы, ертең айтам саған. Нұрлан, бер өз бағаңды. Бірақ ол біздің талантымыз бен талабымызды қайдан табалсын? Оу, модель қыз, шық. Сәлем. Дана? Аударма редакторы Әсел